Қойшыбек мүбәрак перөгіш 6 бөлім. Бақбөрі өзде келе адуын күштің иесі болды. Өзінен аз кем тайсағаны болмаса, ауруы қатты ұстап кеткенде күш бермей кетеді. Баяғы бақсы шалдың ала арқаны үзіле-үзіле бір тұтам ғана қалған. Тек босап кеткенде маңайға біраз әлек салып барып, шешесінің қасына келіп бүк түсіп жата қалады. Сол кезде байлап қалу керек. Басқа кезде еш мүмкін емес. Ол босап кеткеннен кейін күндік жердегі ауылдарға дейін шулап қалады. Ала арқан көрсе жыны бар. Кім болса да тартып алады. Не шапқан атқа жеткізбейді, не қаптаған қалың адамға күш бермейді. Содан болар, бұл ауылдан алыста отырады. Ешкімге жақын қоныс аударуға дәттері жетпейді. Ал мына келіп түсіп жатқандар дәуде болса, бұлардың сырын білмейтіндер. Қалың ойдың шырмауымен көзі ілініп барады екен. Көке, мені шақырдың ба? Сәлімнің үлкен ұлы келді. Я балам, анда бір ауыл келіп түсіп жатыр дейді. Соларға қарай барып қайт. Біздің жайымыздан хабардар болмаса керек. Биыл құрғақшылық болып, көкөзектің малшылары осылай келіп жатыр деген. Солар болса керек. Ауру адамымыз бар деп түсіндір. Арандап қалмасын. Жер жетеді ғой. Алыста отырсын. Бірде болмаса бірде бақбөр босап кетсе қиын болар. Соған жұмсайын дегем. Я көке, қазір-ақ барып қайтам, деп шыға жөнелген жігіт сүт пісірімге жетпей қайтып келді. Ойбай көке, сізге өтірік маған шын. Сол ауылдың төбеттері маңына жуытпай қойды. Тіпті астың үстіне мен алып қоя жаздады. Өздерін бір зәр талақтар екен. Ешкімге де сыртқа шығып итін қорымады. Ақыры қайттым. Сенсеңіз де, сенбесеңіз досы. Әтейдің өтірік айтпайтынын жақсы біледі. Бірақ бұны кіргізбей, аттың үстінен алып қоя жаздаған қандай ит, деп ойлады. Әкесі сықылды, зор денелі, жүректі еді. 15 жасында қызыл қолмен қойға шапқан қасқырды ұрып алған, әтейді қорқытқан төбет жай ит емес. Бір түрлі алаңдай бастады. Соның арасынша үйге бала-шағасының барлығы жинала қалды. Я көке, манадан малды қайырып жүріп мен де көргем. Ол ауылды итін емес, малдарын бірыңғай түсті мал. Ұсағы да, ірі қарасы да әппақ. Шетінен аң болып кеткен тағы. Жақындап барып көрейін деп, қойына атпен жете алмай қойдым. Өзінің кіші ұлы малдары туралы айтып отыр. Бұл тегін емес, жарайды онда. Иттері қабаған болса, алыстап жүріңдер. Болмаса, өзім барып қайтармын. Жалғасы бар.